Сәлематсыңдар ма оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілінің грамматикасы атты қосымша сабағы. Біздер өткен сабақта дауысты және дауыссыз дыбыстарды қайталаған болатынбыз. Бүгінгі сабақта сол тақырыпты бекіте отырып, әртүрлі жаттығуларды орындайтын боламыз. Бүгінгі сабақтан меңгеретіндеріңіз дауысты дауыссыз дыбыстардың емлесін қайталап, бекіту мақсатында тапсырмаларды орындау. Балалар, біз сіздермен өткен сабақта дауысты дауыссыз дыбыстардың түрлерін, дауыссыз дыбыстардың қатаң, ұяң, үнді түрлерін қайталадық. Оған қоса дауысты дыбыстардың өздеріңіз білетіндей жуан, жіңішке түрлерінен өзге ашық, қысаң, еріндік, езулік түрлерін өткен болатынбыз. Және осы дауыссыз дыбыстардың түрлерін жаттау сіздерге үй тапсырмасы ретінде берілген болатын. Егер естеріңізде болса, ашық, қысаң, еріндік, езулік дауысты дыбыстарды қайтадан бір қарап шығыңыздар. Өткен сабақты жалғастыратын болсақ, дауысты дыбыстардың емлесін айтуымызға болады. Яғни дауысты дыбыстардың дұрыс жазылуы. Жазған кезде қате жібермес үшін біз мынадай ережелерді ескеруіміз керек. Балалар, о, ө, о, әріптері қазақтың байырғы сөздерінде тек бірінші буында ғана жазылады. Бұл дыбыстар буын талғайтын дыбыстар деп аталады екен. Мысалы, ор, көрші, құлын, түлкі, сәкі, әңгіме. Мінекей осындай мысалдарда бұл дыбыстар сөздің тек бастапқы буынында ғана тұр. Келесі, дыбысына аяқталған етістіктерге у жұрнағы жалғанса, дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, оқы, оқу, ері, еру. Ю, я әріптері и-у, ия болып оқылғанмен, ю, я ретінде жазылады. Мысалы, аю, жою, қоян. Төртіншіден, у дыбысы дауыссыздан кейін келсе, дауысты болады. Мысалы, ту. Т дауыссыз дыбыс болғандықтан бұл жерде у дауысты дыбыс болып тұр. Егер дауыстыдан кейін немесе дауыстының алдында келсе, онда дауыссыз болады. Мысалы, тау, уақ сөздерінде, тау сөзінде а дауысты дыбыстан кейін у дыбысы келіп тұрғаннан кейін бұл жерде дауыссыз болып тұр. Немесе уақ сөзінде а дауыссыз дыбысының алдында келіп тұрғандықтан дауыссыз у дыбысы болып тұр бұл жерде. Енді дауыссыз дыбыстардың жазылуы. Балалар, ғ әрпі сөздің басында және ортасында ғана келеді. Ешқашан сөздің ол аяғында келмейді екен. Мысалы, ғалым сөздің басында келіп тұр. Аға сөздің ортасында келіп тұр. Х әрпі орыс тілінен енген сөздерде және араб, парсы тілдерінен енген сөздерде ғана қолданылады екен. Орыс тілінен енген сөздер, мысалы, химия, цех, архив. Араб, парсы тілінен енген сөздер, тарих, асхана, хал. И, ың, х әріптері сөздің басында қолданылмайды. Тек қана ескерту, йод сөзінде ғана дауыссыз и дыбысы қолданылады. Басқа жағдайда дауыссыз и, ың, х әріптері сөздің басында қолданылмайды. Тек сөздің ортасында және аяғында қолданылады екен. Мысалы, аң, қаһар, жай. Балалар, с, яғни екі с, екі л, екі м, екі т дыбыстарына біткен сөзге қосымша жалғағанда осы екі бірдей дыбыстың біреуі түсіп қалады екен. Мысалы, грамм сөзінде екі м-ға бітіп тұр, бірақ нан деген қосымшаны жалғаған кезде, граммнан болған кезде бір м түсіп қалады.
немесе металл сөзінде сөздің соңында 2 л дыбысы келіп тұр, иә? Бірақ дар деген көптік жалғауын жалғаған кезде, металлдар болған кезде бір л түсіп қалады екен. Ендеше балалар, дауысты дауыссыз дыбыстардың емлесін түсінген болсақ, мына тапсырманы орындайық. Сіздердің алдарыңызда оң баған және сол бағанда ақпараттар беріліп тұр, иә? Осы оң графа мен сол жақтағы графаны бір-бірімен сәйкестендіреміз. Мысалы, 1 В, 2 А деген сияқты. Бірінші жақтағы сұрақтарға екінші жақта дұрыс жауапты сәйкестендіріңіздер. Енді екінші тапсырма. Балалар, бұл тапсырма я немесе жоқ деп аталады. Сіздердің алдарыңызда әртүрлі ақпараттар берілген, яғни әртүрлі ол ереже болсын. Осы ақпараттар егер дұрыс болса, я дейсіздер. Ал егер қате болса, жоқ деген белгі қоясыздар. А дыбысы қысаң дыбыс. Егер дұрыс болса, я, дұрыс емес болса, жоқ. Г дыбысы дауысты дыбыс. Ашық дауыстылардың саны 6. Аю сөзі дұрыс жазылған. Жұғады сөзі тек ұяң дауыссыздардан тұрады. Әліппедегі алғашқы 7 дауыссыз дыбыс қатаң. У, И, Н, Р дыбыстары үнді. Балалар, тапсырмалар түсінікті болса, дәптерлеріңізге орындап, мұғалімге жолдаңыздар. Тапсырмаларды орындауға сіздерге сәттілік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ендеше сау болыңыздар.